Ассалаумағалейкум, құрметті оқырман. Бүгін біз көп адамды ойландыратын, кейде қорқытып та жіберетін бір тақырып туралы сөйлесеміз. Түсінде өлген адамды көрудің мағынасы. Бұл тақырып тек қызығушылық емес, көп адамның жүрегіне әсер ететін, эмоцияға толы құбылыс. Кейбіреулер түс көргеннен кейін уайымдайды, кейбіреулер керісінше сабырға келеді, ал біреулер оны белгі деп қабылдайды. Ендеше осының бәрін тереңірек түсіндіріп көрейік. Түс деген не? Түс адамның ұйқы кезінде миының бейсаналық түрде көрініс беруі. Күндізгі ойлар, қорқыныштар, естеліктер, сағыныш бәрі түс болып шығуы мүмкін. Бірақ көптеген мәдениеттерде, әсіресе қазақ және ислам түсінігінде, түс тек жай ғана ой емес, ішкі сезім мен белгі ретінде де қарастырылады. Өлген адамды түсінде көру жалпы мағынасы. Егер адам түсінде қайтыс болған адамды көрсе, бұл әрдайым жаман белгі емес. Керісінше, көп жағдайда бұл сағыныштың белгісі, жүректегі ішкі эмоция, өткенмен байланыс, көңілдегі сұрақтардың жауабы болуы мүмкін. Адам миы жоғалтқан жандарын ұмыта алмайды. Сол себепті олар түс арқылы қайта оралады. Сағыныш пен естелік. Көп жағдайда өлген адамды көру сағыныштың көрінісі. Егер ол адам сізге жақын болса, ата, әже, ана, әке, дос, сіздің ішкі сезіміңіз оны еске алып тұрады. Түс сол естелікті қайта жандандырады. Мысалы, бірге өткізген сәттер, айтылмай қалған сөздер, жүректе қалған өкініш. Бұның бәрі түс арқылы көрініс табуы мүмкін. Рухани мағынасы, ислам тұрғысынан. Ислам түс жоруында түс үш түрге бөлінеді. 1. Алладан келген жақсы түс. 2. Шайтаннан келген қорқынышты түс. 3. Күнделікті ойдан туған түс. Өлген адамды көру көбінесе 2 және 3 санатқа жатады. Бірақ кейде бұл ол адамға дұға керек екенін еске салу, садақа беру қажеттілігі, жүректегі байланыс деп те түсіндіріледі. Кей адамдар түсінде марқұм күліп, тыныш көрінсе, оны жақсы халде деген белгі деп қабылдайды. Егер түс қорқынышты болса, егер түсіңізде өлген адам ашулы болса, қорқытып тұрса, жылап тұрса, онда бұл міндетті түрде жаман белгі емес. Бұл көбінесе ішкі уайым, жан дүниедегі қорқыныш, өкініш сезімі сияқты психологиялық жағдайды білдіреді. Жылап көрудің мағынасы. Егер сіз түсіңізде өлген адамды көріп жыласаңыз, бұл көбіне ішкі эмоцияның шығуы, жеңілдеу процесі, жанның тазалануы. Кейде бұл адамның жүрегі бір нәрсені босатқысы келетінін білдіреді. Күліп көрудің мағынасы. Егер марқұм адам түсіңізде күліп тұрса, жай барақат болса, сізбен сөйлессе, онда бұл көп жағдайда жүректегі сағыныштың жеңілдеуі, ішкі тыныштық, жақсы естеліктердің белгісі деп түсіндіріледі. Ол адам сізге бір нәрсе айтса, түсінде өлген адам сөйлессе, адамдар қатты мән береді. Бірақ бұл сөзбе-сөз міндетті хабар емес. Көбінесе бұл сіздің ішкі ойыңыздың дауысы, қабылданбаған шешімдер, кеңес керек деген ішкі сезім болуы мүмкін. Неге дәл сол адам түсіме кіреді? Бұл сұрақты көп адам қояды. Себептері: ол адамға қатты байланыс болған, соңғы кезде ол туралы ойлағансыз, естелік оянған, немесе бір жағдай оны еске салған. Ми біз байқамайтын естеліктерді қайта шығарады. Психологиялық түсінік. Психология бойынша өлген адамды көру қалыпты құбылыс. Бұл жоғалту кезеңі, эмоциялық өңдеу, есте сақтау жүйесі жұмысының бір бөлігі. Яғни бұл сіздің ақыл ойыңыздың өткенмен жұмыс істеуі. Мұндай түстен кейін не істеу керек? Егер мұндай түс көрсеңіз, ішкі уайымды тыныштандыру, дұға жасау, егер сенсеңіз, жақсы естеліктерді еске алу, қорқынышты ойларды көбейтпеу. Ең маңыздысы өзіңізді қорқытып алмау. Қорытынды: түсінде өлген адамды көру әрдайым жаман белгі емес. Көбінесе бұл сағыныш, ішкі эмоция, естелік немесе психологиялық процесс. Адам жүрегі ұмытпайды. Сол себепті түс арқылы біз өткенмен қайта кездесеміз.
Құрметті көрермен, егер бұл мәтін сізге пайдалы болса, каналға тіркеліп пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздің қолдауыңыз біз үшін үлкен мотивация. Каналға тіркеліңіз, лайк басыңыз, өз ойыңызды жазыңыз. Алла әрқайсымыздың жүрегімізге тыныштық берсін.